Сәлеметсіздер ме? Мен Астана қаласының нөмірі 59 мектеп-лицейінің оқушысы Кеңес Нұрай. Сіздерге Қазақстанның 100 жаңа есімі негізіндегі жобаны ұсынамын. 2017 жылы бастау алған бұл жобаға сол жылы 889 адам қатысып, 102 жеңімпаз анықталды. Кейін 2018 жылы 29 жеңімпаз тіркелсе, 19 жылы тағы да 32 жеңімпаз тіркелді. Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен еліміздің әр өңірінде тұратын түрлі жастағы сан алуан этнос өкілдерінің тарихы. Жобада нақты адамдардың нақты тағдырлары мен өмірбаяндары арқылы бүгінгі заманауи Қазақстанның келбеті көрініс табады. Дей отыра, еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы жобаның маңыздылығын түсіндіріп өткен болатын. Жеңімпаздардың арасынан мен үлгі ретінде Жолдыбалинов Нұржан Нұрлановичті алуды жөн санадым. Ол кісі кітапханашы, ақпараттық жүйелер маркетингін жүргізуші IT маманы болып табылады. Еңбек жолын Нұржан Нұрланович Қазақстанның бас кітапханасы Астанадағы Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасынан бастады. Қазіргі таңда Нұржан Нұрланұлы Қазақстан ұлттық электронды кітапханасының бірыңғай технологиялық платформасында Қазақстан кітапханаларының бірыңғай каталогын құрумен айналысуда. 2022 жылы, яғни Нұржан ағамыз жастарға сенеді. Бұл сенімді ақтай алатынымызды дәлелдеу үшін мен мектеп президенті ретінде өз командамен 7 сынып оқушылары арасында білімділер додасы атты интеллектуалды сайысты өткіздім. Бұл сайыс оқушылардың кітапты оқуға құштарлығын, сондай-ақ бәсекелестікке қабілеттілігін арттырды деген ойдамыз. Оқушылардың бәсекелестікке қабілеттілігін анықтау үшін біз 5 сұрақтан құралған онлайн сауалнама жүргіздік. Сауалнама нәтижесі бойынша оқушылардың 94,4%-ы сәттілікке жеткен табысты тұлғалармен шабыттанады екен. Атақты тұлғалармен кездесу біздің оқушылар үшін маңызды болғандықтан, біз үнемі TED Talks жобасын өткіземіз. Мектеп тарихында соңғы жылдары да бізде атақты тұлғалармен кездесулер өте жиі өтеді. Ал соңғы TED Talks бізде атағы мол емес дегенмен бөлісетін тәжірибесі бар өзіміздің мектебіміздің түлектерімен өтті. Алдағы уақытта біздің оқушыларымызды жан-жақты дамытатын өте көп жоспар бар. Жалпылай айтсақ, 100 жаңа есім ол біздің болашағымыз үшін өте маңызды жоба деп ойлаймын. Бұл өскелең ұрпақ үлгі тұтар батырлардың тізімі. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Кеңес Нұрай.